Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді вуппи-пай тортын дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, ақ масса шыққанға шейін араластырамыз. Сары майымыз бен шоколадымызды ерітіп, массамызға құйып, біркелкі болғанға шейін араластырамыз. Он какао қопсытқышымызды електен өткізіп, массамызға қосамыз. Миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Біздің бисквитіміз дайын. Пергамент қағазына формамызды қойып, тестамыздан 3-4 қасық салып, бетін тегістеп, 180 градуста 8 немесе 10 минут аралығында пісіріп шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ең алдымен творожный сырға қант ұнтағын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан соң сливкемізді қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің креміміз өзінің формасын ұстауы қажет. Суыған бисквиттерімізге кремімізді орналастырып, тортымызды құрастырып шығамыз. Тортымызды құрастырып болғаннан соң үстіне ганаш құямыз. Біздің тортымыз дайын. Безендіру өздеріңіздің еріктеріңізде. Торт өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ертай Аружан. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.